Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай кейк попстың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Қыздар, кейк попсты мен дайын кождардан жасаймын, яғни торт жасау барысында менде артылып қалған кождардан осылай кейк попсы жасайтын боламын. Алдымен кождың барлығын осылай үгітіп майдалап шығамыз. Менде мұнда 300 грамм кож. Сіздерде кез келген торттың кождарын алып қолдансаңыздар болады. Енді кожымыз бір-біріне жабысып жақсы тұру үшін мен сливки мен сгущенканы қолданам. Сгущенка 3 желанияның сгущенкасы, ал сливки Чудское озеро 33% сливки. Осы екеуін қосып жақсылап араластырамыз. Қыздар, енді дайын болған массадан осылай шар жасаймыз қолдың көмегіменен мыжғылап. Және мен әр шарды 30 граммнан өлшеп алдым. Сонда біздің кейк попстарымыздың барлығының размері бірдей болады. Осылайша шардың барлығын өлшеп подложкаға қоямын. Және дайын болған шарлардың барлығын біз 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін барып шпажкаларын тығатын боламыз. Біздің кейк попстарымыз холодильникте тұрып келді, ал мұнда менде 200 грамм шоколадты ерітіп алып келдім. Менде АБК шоколад, сіздер калибаутты қолдансаңыздар болады, немесе глазурьді қолдансаңыздар да болады. Енді шпажканы шоколадқа бір тығып аламыз да кейк попсымыздың ішіне саламыз. Сонда осы шоколадтар кейк попсының ішінде тұрып қатады да өзінің салмағын ұстап тұратын болады. Ал бұндай ақ шпажкаларды сіздер кез келген кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Барлық кейк попсымызға шпажканы орнатып болғаннан кейін тағы да жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Жарты сағаттан кейін сыртындағы оформлениесін жасаймыз. Енді еріген шоколадымызға холодильниктен шыққан кейк попстарымызды осылай батырып ала береміз. Бастысы шоколад бізде ыстық немесе жылы болмауы қажет. Бөлме температурасында болуы қажет. Кейк попстар бізде холодильниктен шыққаннан кейін сыртындағы шоколад тез қатып қалады. Осылайша ыдысқа салып қоя береміз. Енді кейк попстарымыздың түсін кез келген түске өзгертсеңіздер болады. Ол үшін шоколадқа жай ғана осылай краситель қосып, соған батырып ала береміз. Менде қазір фиолетовый түсті қолданып жатырмын. Қыздар, мен кейк попстарымның сыртына жалпы өзіме қатты ұнайтын және бір-бірімен жақсы үйлесетін 3 түрлі түсті қолдандым. Өздеріңіз көріп тұрғандай, олар сұр, ақ және розовый түс. Енді біздің кейк попстың сыртын шоколадпен орағаннан кейін өзіңіздің қалаған посыпкаларыңызды сеуге болады, бірақ оны біздің шоколад қатып қалмай жатып сеуіп алу қажет. Қыздар, мен енді артылып қалған шоколадтың барлығын кондитерский мешокқа құйып алдым және мешоктың басын өте жіңішке етіп қырқып, біздің дайындап қойған кейк попстарымыздың сыртына әртүрлі оюлар, суреттер